осындай керемет жобаның бір бөлігі болғаным үшін де мен қуаныштымын. Осы тақырып бойынша сіздермен сөйлескеніме қуаныштымын. STEM жайлы, STEM білімі жайлы айтатын боламыз. STEM системасы жайлы. Мүмкін бұл кез келген мұғалімнің жұмысын қосатын, яғни соны енгізетін, инклюзияға енгізетін бір бөлімі шығар. Мен басқа спикерлерді тыңдаған маған ұнады, себебі олар STEM жайлы айтып өтті. Мен оларды тыңдаған кезде, мен Финляндиядан келген өзімнің әріптесімді тыңдаған кезде, мен Финляндияда біраз уақыт жұмыс жасаған робототехника бойынша. Ол кісіні тыңдаған маған ұнады, ал қазір біз инклюзия жайлы айтатын боламыз. Кішкене биографиялық ақпараттар берсем, себебі не үшін менің бұл салаға қатты қызығушылығымды түсіндіргім келеді. Мен профессормын, мен математика мен физикадан сабақ беремін, мен инженермін. Сонымен қатар мен мұғалімдерді оқытамын. Мен өзімнің карьерамды көптеген қиындықтар мен проблемаларды зерттеу арқылы бастадым. Сол кезде маған біреу айтқан болатын, оқыту барысында қиындық болады деп. Мен университетте жұмыс жасадым 10 жыл бойы, және маған айтқан болатын, студенттерде дислексия деген проблемасы бар студенттер болуы мүмкін деп. Сол кезде мен түсіндім, студенттердің арасында математиканы үйренуде бір қиындықтар пайда болатынын түсіндім. Кейбір студенттерде үйрену бойынша проблема болатынын түсіндім. Менде де қиындықтар болған болатын өзім оқып жүрген кезде, бірақ маған оқыту барысында басқаша әдістер қолданған кезде мен жақсы үйрене бастадым, бағаларым жақсарды. Содан бастап менің өмірім өзгерді десе де болады. Және де маған бұның өте қызық болғанын мен түсіндім. Сонымен қатар оқыту процесін ешқандай қиындыққа қарамай өткізуге болатынын түсінгенмін. Сол үшін де барлықтарыңыздың менің осыдан өткенімді түсінгендеріңізді қалаймын. Енді Италиядағы тәжірибемен бөліссем, инклюзияға байланысты, осы білім саласында инклюзияға байланысты қоғамдық проблемалар жөнінде. Яғни инклюзия дегеніміз ол не? Бұл адамның көзқарасының өзгеруі. Яғни бұны біз бір өзіміздің мықты жағымыз деп қарауға болады. Бұны біздің бір әлсіздігіміз деп қараған дұрыс емес. Сонымен қатар мектептегі білім беру ол жай кәдімгі қарапайым адамға сабақ беруге арналған. Егер де адам өте дарынды, өте талантты болатын болса, не болмаса ол сабаққа үйрену барысында қандай да бір кедергілер бар болатын болса, ол мектептегі сабақ үйрену процесіне кішкене сәйкес келмейді. Сол үшін де біз инклюзияны қарастырған болатынбыз. Біз мектепке келетін кез келген адам өзінің потенциалын қолдана алатындай жағдай жасауымыз керек. Ол қоғамдық жағдайда болуы мүмкін, ол мектепке келіп білім алуға байланысты болуы мүмкін. Енді біз қазір осы үдеріс жөнінде әңгіме қозғасақ, Италияда инклюзия қалай болады? 70-ші жылдардың басында, өткен ғасырдың біз түсіне бастадық, біздің мемлекетімізде инклюзияның қажеттілігі бар екенін. Және қоғамда, білім беру саласында оның қажеттілігі бар екенін түсіне бастадық. Және біз бірнеше өзгерістерді қабылдадық. Ол өзгерістер 4 бөлімнен тұрды. Біріншісі ол заңдық тұрғыдағы өзгерістер. Біз заңдық тұрғыдағы өзгерістер енгізу керек екенін түсіндік, және де оның маңыздылығын түсіндік. Оқыту курстардың маңыздылығы бар екенін түсіндік. Себебі оқытушылардың біліктілігін арттыру керек болды. Және мәдени тұрғыдан әртүрліліктің бар екенін түсіндік. Себебі кейбір отбасылар бір-біріне көмектеседі, кейбіреуінің көмектеспейтінін түсіндік. Және де осы мәдени әртүрліліктің де маңызы бар екенін білдік. Және де инфраструктура мен технологияның әртүрлілігі де маңызды. Енді заңнамада қандай өзгерістер енгіздік? 77-ші жылдардың соңына қарай біз бұл жұмысты бастадық. Бірінші заң болған болатын. Ол заңда мүмкіндіктері шектеулі адамдарға көмек көрсететін заң болды. Ондай адамдар басқа
оқушылармен бірдей мектепте оқи алатын мүмкіндік алды. Осыған дейін олар арнайы мектептерде оқыған болатын. Яғни олар өздері сияқты мүмкіндігі шектеулі оқушылармен ғана оқыған болатын. Сондықтан да бұл жақсы әдіс болған жоқ. 77 жылы біз осыны өзгертетін бірінші заң қабылдадық. 1992 жылы біз бұл заңды жақсартып, оны қолдана бастадық. Ал енді біздің қазіргі заңымыз мүмкіндігі шектеулі балаларға жақсырақ қорған болады және олардың құқықтарын жақсырақ қорғай алады. Оларға белгілі бір деңгейде мен өзімнің 2010 жылы өзімнің зерттеу жұмысымды бастаған кезде бір заң болды. Ол заңда әртүрлі адамдар бір-бірімен араласу керек. Яғни дислексия, дискафри деген сияқты әртүрлі адамдар бір-бірімен араласу керек. Және де осы заң арқылы мұғалімдердің сабақ беру әдісін өзгертуге тырысты. Яғни мұғалімдер осындай мүмкіндігі шектеулі оқушыларды көргенде сабақ оқи алмайтын оқушыны көргенін қалаған жоқ. Егер де оқушыда дислексия бар болатын болса, ол кәдімгі қарапайым өзіміздің үйренген әдісімізбен үйрене алмайды деген көзқарас болған. Кейде олардың IQ-і қарапайым оқушылардан өзгеше болады. 2010 жылы біз барлық зерттеулердің нәтижесін қолдануға тырысып, өзіміздің білім беру жүйемізде қолдануға тырыстық оны. Және де сол нәтижелер дұрыс сабақ беру арқылы, дұрыс үйрету арқылы және дұрыс бағалау арқылы біз оқушыларды төмен деңгейден жоғары деңгейге көтере алатынымызға көз жеткіздік. Және мен өзімнің әріптестеріммен, студенттерімнен байқаймын. Мен өзімнің оқушыларымды, студенттерімді үйреткен кезде, мұғалімдерімді, студенттерімді үйреткен кезде өзімді мысалға келтіремін. Мысалға, менің нәтижем өте төмен болған көрсеткіштерім, бірақ соңында физика, математикаға байланысты менің көрсеткіштерім өте жоғары болды. Мен оқыту стратегиясын өзгертуден бастадым. Және де әртүрлі әдістерді зерттей бастадым. Шынымды айтсам, мен өте мақтанамын. Мен мақтанамын осындай диагнозы бар студенттерді сабаққа шақыра алатынымызға және оларды сабаққа шақыру арқылы олардың үлгерімін жақсарта алатынымызға мен көмектесемін. Менің кейбір оқушыларым дәрігер болды, доктор болды, кейбіреулері өз саласының алғы адамдары бола алды. Егер де біз дұрыс әдісті қолдана алатын болсақ, егер де біз дұрыс оқыта алатын болсақ, онда біз олардың потенциалын аша аламыз. Сонымен 2012 жылы біздің жүйеміз өсіп кеңейе бастады. Ол кезде оқытудағы ерекше қажеттіліктердің бар екенін байқады. Және де бұл шетелдіктерде тілдік барьердің бар екенін анықтады. Сонымен тағы да айтып өтетін бірнеше дүние бар. Ол системаны, яғни жүйені, оқыту жүйесін өзгертудегі. Ол өзгеріс жүйесі инклюзияға бағытталған болатын. Бұл оқытушылардың бойында, мұғалімдердің бойында өзгеріс болуы керек екенін түсіндік. Ол мұғалімдердің бойындағы өзгерісті орын алғанын қаласақ, онда біз оларға өте мықты қайта біліктілігін арттыру курстарын жасау керек екенін түсіндік. Және олардың менталитетін, олардың ойлау мәдениетін өзгерту керек. Біз жобалар жөнінде, семинар жөнінде, лекциялар жөнінде айтқан кезде, бір ай бойы өткізген лекцияның өзі жеткіліксіз екенін түсіндік. Оларды мұғалімдерді үйрету үшін, мұғалімдердің ойлау жүйесін өзгертуге ондай лекцияның өзін жеткіліксіз екенін түсіндік. Сондықтан біз мотивациялық құралдарды қолдана бастадық. Қаншалықты маңызды екенін түсінгендіктен, олармен жұмыс жасаудың маңыздылығын түсініп көріп отырдық. Және де жобалар, олар ұзақ уақытқа бағытталған жоба болу керек. Бұл әрине өте ұзақ жол жүріп өту керек. Бұл жүйені өзгертетін жол екенін түсіндік. Ал егер де басқаша болса, онда инклюзия деген жай ғана бір сөз, ол еш нәрсені өзгерте алмайтын, ешқандай мағынасы жоқ бір жай ғана сөз болып қалып кететінін түсіндік. Мен өз тәжірибемде бірнеше сферада жұмыс жасаймын, соның ішінде математикалық
математикалық бағытта да жұмыс жасаймын. Мысалға математикадан үлгерімі нашар оқушылар болады, оларға бір ерекше бір әдіс керек үйретуде. Мен сондай оқушылармен жұмыс жасаймын Италияда. Оқушылардың 90% математиканы жек көреді, олар жақтырмайды, олар ғылыми пәндерді жақтырмайды, бірақ дұрыс оқыту әдісін қолдану арқылы біз олардың ойын өзгерте аламыз. Мен айтып өткендей, біз орасан зор жұмыс жасадық, робототехникаға байланысты жұмыс жасадық. Мен қайта бір айтылған нәрсені қайталамайын. Мен жақсы нәтижелер көрдім, және де бұл өте мотивациясы жоғары. Менің басқа әріптестерім айтып өткен нәрсені мен тағы да қайталайын дегенмін. Жұмыс жасау барысында ғылымнан сіз ләззат алу керексіз, оқытудан ләззат алу керексіз, оқудан ләззат алу керексіз. Мен айтар едім, академиялық зерттеу жасау дегеніміз университеттегі, егер де бір қандай да бір пән болатын болса, егер де сіз математиканы терең оқитын болсаңыз, математиканы терең оқу ол әдетте жоғарғы деңгейдегі ләззат алуға алып келеді. Мен айтар едім, мысалға жас оқушылармен және ерекше қажеттілігі бар оқушылармен жұмыс жасай отырып, оларға қалай да бір тереңірек түсінуге және жақсырақ түсінуге көмектесе алсақ осы ғылымды, әсіресе математиканы, онда біз олардың осы пәнге деген олардың көзқарасы, эмоциясы, ойлау жүйесінің қалай өзгеріп жатқанын көре аламыз. Математиканы оқу өте маңызды. Егер де сіз математиканы терең оқитын болсаңыз, сіз түсінесіз, қаншалықты бұл терең білім екен, терең ғылым екен, қаншалықты сіз одан рахат алатыныңызды түсінесіз. Мен өзімнің оқушыларымда сондай жоғарғы деңгейдегі рахат алу, ләззат алу болғанын математиканы оқыту барысында қалаймын. Және осы білім караваны кезіндегі тәжірибем болғаны қуаныштымын, маған өте ұнады. Елді дамытудағы елдің өсуіне жасалып жатқан дұрыс жол екенін түсінемін. Бұл ғылымды оқу жолы екенін түсінемін. Ғылымды зерттеу жолы екенін түсінемін. Бұл өзгерістердің барлығы, бұл қиындықтардың бізге байланысты қиындықтардың барлығы бар екенін түсінген өте маңызды. Маған бұл жұмыс ұнады. Өте жоғарғы деңгейде ұйымдастырушылық жұмыстары орын алды. Және де осындай серіктестік орын алып отыр. Серіктестік те өте жақсы өтіп жатыр. Сондықтан да бұл тәжірибеміз ары қарай жалғасады деп ойлаймын. Бұл тек қана басы. Сол үшін де барлық жобалар жоғарғы деңгейде болады. Көбірек инвестиция жасау керек, жастарға инвестиция жасау керек, олардың ғылыммен жұмыс жасау керек, өздерінің потенциалдарын іске асыру керек.